Арнаға қош келдіңіздер. ақш Қытайды Қазақстаннан ығыстырғысы келе ме? Бұл жай сөз емес, бұл ақш Сенатында айтылған ресми мәлімдеме. Видео ұнап жатса, лайк басып, арнаға жазылып қойыңыз. Себебі біз сіздерге ең өзекті, шын ақпаратты ұсынамыз. Сенат тыңдалымында Джули Стафт осындай мәлімдеме жасады. Ол, Қазақстандағы ақштың болашақ елшісі болуы мүмкін кандидат. Егер мені бекітсе, елші ретіндегі басты мақсаттарымның бірі ақштың маңызды пайдалы қазбалар саласына инвестиция салалуын қамтамасыз ету, және үміттенемін бұл Қытай инвестицияларын алмастырала. Себебі бұл аймақта Қытай инвестициясы артып келеді. Қазіргі уақытта Қазақстаннан шығатын тауарлардың көбі Ресей арқылы транзитпен өтеді. Біз оларға осы бағытта алмастыратын балама жол табуға көмектескіміз келеді. Қазақстан Ресеймен әлемдегі ең ұзын құрлық шекарасын бөліседі, ал Қытай телекоммуникация мен пайдалы қазбалар секторында үстемдік етуге тырысуда. ақш үшін Қазақстанның тұрақты, тәуелсіз және өркендеген мемлекет болғаны тиімді. Джулия Стафт айтуынша, бұл ресурстар Америка үшін стратегиялық маңызды. Сондықтан бұл салада Қытаймен емес, өзі сенетін серіктестермен жұмыс істегісі келеді. Бұл мәлімдеме Орталық Азиядағы геосаяси бәсекелестіктің артып күшейіп келе жатқанын көрсетеді. Сіз қалай ойлайсыз? Қазақстан үшін бұл пайдалы ма, әлде қауіпті ме? Пікір қалдырыңыз. Видео ұнаса, лайк басып, арнаға жазылыңыз.